Дәстүрлі таза сессия акциясы биылда өз жалғасын тапты. Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатының бастауымен Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі және адалдық алаңы кеңселерінің қолдауымен өткізілген шара Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттері арасында өткізілді. Мақсат студенттердің адал және парасыз білім алып, болашақ білімдеріне сай маман атануларына мүмкіндік жасау дейді ұйымдастырушылар. Жатақханаға орналасқан жағдайда мүмкін оған пара беруге байланысты әрекеттер туындау мүмкін. Солардың барлығын негізге ала отырып, болашақ білімдеріне, болашақ өмірлеріне осы таза сессия арқылы, акциялар арқылы жемқорлықтан бас тарту бойынша, жемқорлық әрекеттері тіркелген жағдайда кімге жолығу керек екені бойынша ақпараттар беріп түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Акция барысында студенттермен кездесулер өткізіліп, жатақханалар мен оқу залдарында анкеталар толтырылады. Сол арқылы оқу орындарындағы сыбайлас жемқорлық фактілерінің алдын алу негізгі міндет. Биылғы ерекшелік шара барысында барлық оқу орындарындағы студенттердің 10%-ын қамту. Яғни бұл анкета арқылы біздер барынша шынайы жауап бердік. Яғни университетімізде қандай сыбайлас жемқорлыққа қатысты акциялар ұйымдастырылады, және университетте сыбайлас жемқорлық бар ма деген сұрақтарға жауап беріп өттік. Жүргізілген сауалнамалар нәтижесі бойынша өңірдегі барлық оқу орындарында жемқорлыққа қарсы жүргізіліп келе жатырған жұмыстар сараланады, жұмыс деңгейі анықталады. Сол арқылы сыбайластыққа қарсы қарымды сойыл сілтеген білім ошақтарының рейтингісі жасалынатын болады.